Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін двигатель конструкциясы және динамикасы пәні бойынша газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштар тақырыбына лекция дәріс оқимыз. Қазіргі кезде машина заводтары қуатты газбен жұмыс істейтін жылжымайтын қозғалтқыштар шығарады. Ең көп тараған қозғалтқыштардың ішінен электр генераторлы 6Г қозғалтқышын алып қарауға болады. Сериялы шығып жатқан двигательдерді газ отынына өткізуде көптеген жетістіктер бар. Бірақ қозғалтқышты газға өткізуде қажетті құрылымдық өзгерістер жасамаса, оның өзіндік қуаты төмендейді. Оның көптеген себептері бар. Қозғалтқыш беретін қуат ол газда және сұйық отында жұмыс істеуін салыстыруға мүмкіндік беретін құрамына негізгі көрсеткіштерді кіретін мына теңдеумен бағалауға болады. Алдыңызда көрсетіп қозғалтқышты газға өткізгенде қуатының өзгеруі осы формулада көрсетілген 4 параметрдің өзгеруіне тәуелді болып келеді. Жұмысшы қоспаның сапалық құрамы бірдей болған кезде, яғни ауа асқындығы коэффициенті бірдей болғанда, табиғи және сұйытылған газдардың газ-ауа қоспасының жану жылуы сұйық отын мен ауа қоспасының жану жылуынан төмен. Яғни табиғи газда 7-9%-ға, сұйытылған газда 2-3%-ға төмендейді. Табиғи газбен жұмыс істегенде қоспа құрамының біркелкі жақсарады. Нәтижесінде оның индикаторлық пайдалы әсер коэффициенті өседі. Газ қозғалтқыштарын келесі топтарға бөлуге болады. Алдарыңызда көрсетілген сол қозғалтқыштардың түрлері келтірілген. Соны қарап оқып алуларыңызға болады. Газ алмасуды екі нұсқамен жасауға болады. Бірінші, газ бен ауа цилиндрге кірер алдында араластырғышта араласады. Цилиндрді үрлеу және зарядтау. Үрлеу терезесі арқылы газ бен ауа қоспасымен жасалынады. Газ алмасу кезінде жану өнімдерімен бірге газ да атмосфераға шығарылады. Бұл отын шығынын өсіреді және қозғалтқыштың өзіндік қуатын төмендетеді. Екінші, газ бен ауаны бөлек енгізу. Бұл кезде цилиндр ауамен үрленеді. Сонан соң сығымдау жүйесінің басында арнайы клапан арқылы 2-3,5 кг сантиметрге дейінгі аралықта қысым мен газ беріледі. Бұл кезде бірінші нұсқаға қарағанда үнемділік жоғары болады. Дизельді электр ұшқынына тұтанатын газға өткізгенде сығымдау дәрежесі 8-10-ға дейін төмендейді. Ол үшін жану камерасының көлемін үлкейтеді. Тұтанатын газға өткенде сығымдау дәрежесі осы шамада 14 пен 8-дің арасында дәрежеге төмендейді. Қозғалтқыш сұйық отында жұмыс істеу үшін газдағы сияқты кез келген отын түрінде сығымдау дәрежесін өзгертпей, қажетті қоспа тұрақтылығын қамтамасыз ететін әмбебап араластырғыш қолданылады. Әмбебап араластырғыш 12-де бір суретте көрсетілген. Қараңыздар,
электр ұшқынынан және тұтандырғыш сұйық отын шашудан тұратын газда жұмыс істеуге арналған. Газ двигателер дизель процесі бойынша жұмыс істегенде түтіктің кірер тесігі жартылай ашық орналасады. Қозғалғыштың жұмыс режиміне сәйкес газ ауа қоспасының сапасы да дросельдік қалғанмен реттеледі. Негізгі құрамдар алдыңғы сайттарда көрсетіліп кеткен қандай түрлері болатынын. Мына 12-де 2 суретте шырақты тұтандыру жүйесі жұмысының сұлбасы келтірілген. Бұл негізгі біздің жаңағы тұрақты қозғалтқыштарымыздың екінші кезеңінде өте пайдалы жұмыс атқаратындығы белгілі. Енді бұл негізінде бұл қозғалтқышпен ауа қоспасы бүкіл енгізу жүйесіне беріліп, шырақтан тұтанатын қозғалтқыштар қатарына жатады. Осыны пайдалана отырып, біз мына келесі 12-де 3 суретте көрсетілген газ моторлы сығымдағыш 10 ГК маркалы қозғалтқыштың жұмыс дәрежесін өздеріңіз байқап көруіңізге болады. Ортақ айналшықты болғақты механизмі бар 2 тактілі газ мотор сығымдағыштың құрылымы болып аталады бұл. Осы дәрежеде біз осы қозғалтқышпен біз көбіне жұмыс істей аламыз. Негізгі газ мотор сығымдағыштардың түрлері және олардың өнімділігін, тиімділігін арттыру жаңа шығарылымдарда қарастырылған. Бұның негізгі түйіндері мына өздеріңіздің алдарыңызда көрсетілген сайтқа байланысты келтірілген. Соның ұғымдап оқып, ұғымын түсініп алыңыздар. Осымен бүгінгі газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштар тақырыбына арналған дәріс аяқталады. Дәрісті оқыған экономика және бизнес кафедрасының доценті Жәмеш Ақынғазиев.